Мына қатарда фужерлар, стакандар қай жақта орналасқан? Мына қатарда? Дұрыс па? Қайсы дұрыс, қайсы дұрыс емес? Осыны біз сіздерменен үйреніп алайық. Бәріміз қолымызды шынтағымызбен үстелге қоямыз. Қолымызды былай жасаймыз. Оң қолымыздағы, былай жасап тұрғандағы көрініс қандай әріпке ұқсайды? Латынның немесе ағылшынның? Қандай? Д. Ди әрпіне ұқсайды. Ал сол қолымыз? Би әрпіне ұқсайды. Енді қараңыздар. Ди және би. Нан қалай болады ағылшынша? Bread болады, е? Би. Нан үнемі сол жақта орналасады. Би. Ал мынау қандай әріп? Ди. Ішу деген қалай болады ағылшынша? Сусындарды ішу. Қалай? Drink. Дұрыс? Drink. Drink дегеннің барлығы оң жақта орналасады. Түсінікті ма? Енді қай қатар дұрыс? Мына қатардікі дұрыс па, әлде мына қатардікі дұрыс па? Сол жақтағы қатардікі дұрыс. Оң жақтағы қыздар барлығымыз фужерларымызды оң жаққа қарай қоямыз.